Ассалаумағалейкум қадірменді бокс сүйер қауым. Бүгін Қазақстан чемпионатының 4-ші күні. Осы 4-ші күнде болатын қызықты жекпе-жектерге бірге шолу жасайық. Ең әуелі шаршы алаңға көтерілген Атырау облысының боксшысы жастар құрамасынан енді ауысып келген Алмас Хеникин мен ұлттық құрама мүшесі Даниал Сабит арасындағы жекпе-жек болды. Бірінші раундтан бастап белсенді қозғалған Алмас Хеникин контр шабуылдап жақсы бокстасты. Алайда тәжірибесі мол Даниал Сабит оған дегенін істетпеді. Осылайша төрешілердің шешімімен қызыл бұрыштағы Даниал Сабит жеңіске жетті. Ал дәл сол сәтте Б рингінде 51 келі салмақта Алматы қаласынан келген Қайрат Ернұр мен Қызылорда облысынан келген боксшы Нұрали Аманжолов арасындағы жекпе-жек болды. Қайрат Ернұр бұл жекпе-жекте өзін жақсы көрсетті. Комбинациялық соққылар мен дистанцияны ұстап, жақсы шабуылдап, өзінің соққысын дөп жеткізе білді. Тіпті бір уақытта ол нокдаунға да жіберіп үлгерді. Осылайша көк бұрыштағы Қайрат Ернұр келесі кезеңге өтті. Одан кейін шаршы алаңға 51 келі салмақта жастар құрамасынан енді ауысып келген жетісулық Диас Берікбай мен Қарағанды облысының боксшысы Рамазан Нұрлыбаев арасындағы кездесу қызыққа толы болды. 3 раундтың нәтижесі бойынша қызыл бұрыштағы қарағандылық боксшы өзінің қарсыласына басым болды. 60 келі салмақта екі тәжірибелі боксшы кездесті. Түркістан облысынан келген Әділет Құрметов пен Павлодарлық Серік Теміржанов арасындағы кездесу көптің көңілінен шықты. Осы жекпе-жекте Серік Теміржанов өзінің кәсібилігін көрсетті. Баяу ғана асықпай баппен бастаған шабуылы, жасалған соққылары дөп тиіп, қарсыластың комбинацияларына жауап қайтарып отырды. Осылайша қызыл бұрыштағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері Серік Теміржанов жеңіске жетті. Тағы да бір 60 келі салмақта өнер көрсететін ақмолалық Шыңғыс Мусинов өзінің қарсыласы Алматы қаласынан келген Алмас Нұрғалидан басым болды. Ал дәл сол сәтте Б рингінде 50 кг салмақта өнер көрсететін қарағандылық Гүлназ Бөрібаева мен алматылық Мөлдір Тойкова кездесті. Кездесу нәтижесі бойынша Гүлназ Бөрібаева жеңіске жетті. Одан кейін шаршы алаңда нағыз шайқас болды. 60 келі салмақта өнер көрсететін қарағандылық боксшы Талғат Сырымбетов әдеттегідей шаршы алаңда шоу көрсетті. Тіпті бір уақытта Талғат Сырымбетов қарсыласын нокдаунға жіберді. Осылайша қызыл бұрыштағы боксшы келесі кезеңге өтті. Ал оның қарсыласы Евгений Павлов Түркістан облысынан келген боксшы Нұрислам Қалдыбаевты жеңген болатын. 67 келі салмақта өнер көрсететін Бақтияр Анарбаев 4-ші жарыс күнінде керемет бокстасып, техникалық деңгейі жоғары екенін тағы да бір мәрте айғақтады. Осылайша ол келесі кезеңге өтіп, жастар арасындағы әлем чемпионы Төрехан Сабырханға қарсы жұдырықтасатын болды. 52 келі салмақта өнер көрсететін Түркістан облысының боксшысы Бағжан Отынбай Павлодарлық Ажар Садуақасоваға есе жіберді. 67 келі салмақта өнер көрсететін жастар арасындағы әлем чемпионатының жүлдегері Азия чемпионы Елнұр Сүйінбай өзінің қарсыласын еш қиындықсыз өтті. 67 келі салмақта өнер көрсететін тағы да бір тәжірибелі боксшы Маңғыстаулық Санатәлі Төлтаев Қызылордалық Бағлан Тұрғынбайға қарсы жұдырықтасты. Аяқта жақсы ойнап, контр шабуылдап, жасаған соққысын дөп жеткізген Санатәлі Төлтаев бұл жекпе-жекте жеңіске жетті. Ал шымкенттік боксшы Жансая Рахымберді өзінің қарсыласын оңайлықпен жеңіп, келесі кезеңге өтті. 54 келі салмақта өнер көрсететін тәжірибелі боксшы шымкенттік Жайна Шекербекова Астана қаласының боксшысы Айшагүл Елеубаеваға қарсы жұдырықтасты. Төрешілердің шешімі бойынша қызыл бұрыштағы Жайна Шекербекова жеңіске жетті. Тағы да бір 54 келі салмақта өте қызықты жекпе-жек болды. Жамбылдық Сымбат Әлиасқар мен алматылық Рано Пархатова арасындағы кездесу Сымбат Әлиасқардың жеңісімен аяқталды.
А рингінде 67 келі салмақта өнер көрсететін жамбылдық Илья Калинин мен қарағандылық Райымбек Асылбеков арасындағы кездесу қызыққа толы болды. Нәтижесінде қызыл бұрыштағы Илья Калинин жеңіске жетті. 54 келінің мықтысы Алматы қаласынан келген Анель Сақыш өзінің қарсыласынан бір бас жоғары болып, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Кеше ғана қарсыласын ауыр нокаутқа жіберген 75 келі салмақта өнер көрсететін ұлттық құрама мүшесі атыраулық Нұрғанат Райыс Алматы облысынан келген Алихан Нұрзаққа қарсы толық жекпе-жек жұдырықтасып, керемет өнер көрсетті. Нәтижесінде қызыл бұрыштағы боксшының қолы көтерілді. 57 келі салмақта өнер көрсететін әлем чемпионатының жүлдегері, Азия чемпионы, Париж олимпиадасына қатысушысы Карина Ибрагимова өзінің қарсыласынан бір бас жоғары болып жеңіске жетті. 75 келі салмақта өнер көрсететін Тимур Нурсейітов, 80 келіде өнер көрсететін Ильяр Аширов, Михаил Коханчик және де Азамат Бектас өз жекпе-жектерінде жеңіске жетті. Ал 57 келі салмақта өнер көрсететін Виктория Байдукова өзінің қарсыласынан бір бас жоғары болып, келесі кезеңге өтті. 92 келі салмақта өнер көрсететін алматылық Данияр Рахимбердиновтың жекпе-жегін толық көруге кеңес беремін. Бұл жекпе-жекке жеңіс көсіндіктің қызылыштағы Рахимбердинов Даниярға берілді. Алматы қаласы. 92 келі салмақта өнер көрсететін қарағандылық боксшы Нұрмағамед Юсупов толық жекпе-жек өткізіп, 3 раунд бокстасып жеңіске жетті. Плюс 92 келі салмақта өнер көрсететін ағайынды Нұрлан Сапарбай мен Даниял Сапарбай өздерінің жекпе-жектерін тартысты өткізіп жеңіске жетті. Плюс 92 келі салмақта өнер көрсететін жастар құрамасынан елінде ауысып келген Аслан Елдібайұлы шымкенттік Нұрасыл Асылханға есе жіберді. Ең соңғы болып шаршаланға көтерілген плюс 92 келі салмақта өнер көрсететін Сабырғали Аманат пен маңғыстаулық Айболды Дәуренұлы арасындағы жекпе-жек болды. Нәтижесінде Сабырғали Аманат келесі кезеңге өтті.